Ассалаумағалейкум достар, Түркиядан жалынды сәлем. Бүгінгі видеода біз Түркиядағы магистратура жайында сөз қозғаймыз. Қысқаша өзімді таныстырып өтсем, мен Сағыныш Тасболат. Дәл қазір Эге университетінде докторантура оқып жатырмын, 2-ші курстамын. Менің мамандығым телевизия, радио және кино. Сонымен қатар Түркия бурслары бағдарламасының стипендиантымын. Магистратурында дәл сол бағдарлама бойынша оқып шықтым. Түркияда магистратура екіге бөлінеді: тезлі yüksek lisans, тезсіз yüksek lisans. Жалпы yüksek lisans магистратура деген мағынаны білдіреді. Тезлі yüksek lisansta сіз міндетті түрде диссертация жазасыз, диссертация қорғайсыз. Бұл магистратура шамамен 2 жыл оқуыңызға болады. Ал енді үлгермеген болсаңыз, диссертация жазуға болмаса басқа себептер болса, онда сіз тағы 1 жылға ұзартып, жалпы есепте 3 жылда бұл магистратураны оқып бітіре аласыз. Ал енді тезсіз yüksek lisansқа келген кезде сізге 1 жыл немесе 1,5 жыл беріледі. Бұл жерде диссертация жазбайсыз, жоба қорғайсыз, болмаса тағы басқа дүниелер болуы мүмкін. Бұл университетке байланысты, бөлімдерге байланысты, факультеттерге байланысты өзгеруі мүмкін. Бірақ бір дүние ескере кететін: тезлі yüksek lisanстың дипломымен сіз докторантура оқи аласыз. Ал тезсіз yüksek lisanстың магистратурамен сіз докторантура оқи алмайсыз. Айырмашылық осыда. Мен тезлі yüksek lisans оқыдым, яғни диссертация жаздым. Менің диссертация тақырыбым қазақ сериалдарындағы әйел бейнесі. 2022-2024 жылдар аралығында оқыдым. 2 жылдың ішінде магистратурамды аяқтап шықтым. Мына жерге диссертациямды, мына жерге де дипломды тастап кетем. Сіздерге мотивация болсын. Видеоның басында айтып өткенімдей, ғылыми магистратура, яғни тезлі yüksek lisans 2 жыл. Бұл 2 жылды да 2-ге бөлуге болады. Бірінші кезең, бірінші жыл, яғни бірінші курс, толығымен дәріс дөнемі, яғни сабақ кезеңі. Сабақ оқисыз. Екінші курс, екінші жыл, бұл тез дөнем, яғни диссертация кезеңі. Сабақ кезеңінде, яғни дәріс дөнемінде сіздерде 2 семестр, күзгі семестр және көктемгі семестр. Бұл жерде міндетті пәндер болуы мүмкін, және де таңдайтын пәндеріңіз бар. Бұл енді университетке байланысты, мамандыққа байланысты өзгеруі мүмкін. Менде 2 семестрда да бір міндетті пәндерім болды. Дәріс дөнемін сәтті аяқтағаннан кейін сіздер диссертациялық ұсыныс бересіздер. Диссертациялық ұсыныс деген не? Әрине бұл Қазақстанда жоқ, бірақ Түркияда барлық университетте бұл жүйе бар. Тез ұсынысы бұл бір форма. Бұл форманы толтырасыз. Яғни тақырыбыңыз, мақсатыңыз, тақырыптың маңыздылығы, сіздің тақырыбыңызға ұқсас зерттелген тақырыптар, тақырыбыңыздың әдісі, тақырыбыңызда қолданатын пайдаланған әдебиеттер деген секілді дүниелер бар. Бұлардың барлығын толтырасыз. Бұны жетекшіңізге жібересіз. Жетекшіңіз бұны қарай, тексереді. Егер түзету қажет болса, сізге кері береді. Бұны түзелтіп, қайтып алып келесіз. Қолыңызды қоясыз, жетекшіңіздің қолын қоясыз. Және де бөлімдегі хатшы арқылы институтқа жібересіз. Жалпы Түркияда бакалавр факультет деңгейінде, ал магистратура мен докторантура институт деңгейінде. Яғни сіздің бүкіл істеріңіздің барлығын институт қарайды. Сондықтан да институтқа жібереді. Институт өзінің белгілі бір уақыты болады. Мысалы, қазір мен оқып жатқан Эге университетінде әр сәрсенбі күні жиналады институт өкілдері. Жиналып, сіздің жіберген ұсынысыңызды, тек қана сіздің емес, бірнеше адамдардың ол жерде тез ұсынысы бар, тағы дүниелері бар. Жиналыс жасайды. Жиналыстың кезінде егер бәрі жақсы болса, сіздің диссертацияңыз қабылданады, ұсынысыңыз, және қабылданды деген сізге келеді хат. Ал қабылданбаған болса, кері жібереді. Түзету керек болса, сіз оны түзетесіз, қайтып қолыңызды қойып, жетекшіңіздің қолын қойдырып, хатшыға барып, кері жібересіз. Бұл кезең біраз сізді шаршатуы мүмкін. Бұл мені де басқаларын да шыны керек шаршатты. Бірақ жасалу керек процесс осындай. Қайта келді институтқа, институт қабылдады, және қабылдағандығы жайында сізге хабарлама келді, шешімі келді. Осыдан кейін сіз диссертацияңызды жазуға бастайсыз. Диссертацияңызды жазып жүріп, міндетті түрде жетекшіңізге тексертуді ұмытпаңыз. Түркияда жетекшіңіз бұл студент қорғай алады.
дегеннен кейін барып қана сіз қорғауға шыға аласыз. 2021 жылдан бастап Эге университеті магистранттар үшін жаңа бір талап жариялады. Яғни диссертация жазумен қатар сіз міндетті түрде бір мақала жариялауыңыз керек, немесе бір конференцияға қатысып, конференцияның кітабына абстракт жариялауыңыз керек. Яғни бұны түркше біз яйын шарты деп айтаймыз. Енді қорғауға келейік. Қорғауда мынандай дүние бар, мынандай заңдылықтар бар. Мысалы, бүгін 2 наурыз. Мысалы айтайық. Сіз 2 сәуірден кейінгі уақытта қорғауға күн таңдай аласыз. Яғни арада 1 ай болуы керек. Бұл институттың заңдылығы. Жетекшіңізбен қай күн, қай сағат белгілейсіз. Оның өзіндік формы бар. Одан бөлек әділ қазалқалар кімдер болады? Оның формы бар, оны толтырасыз. Одан бөлек диссертацияңызды флешкаға немесе CD-дискқа жүктейсіз. Және соңғы қалған дүние ол яйын шарты. Мақала болса мақала, кітап болса кітап, сол мақалаңыздың болмаса абстракттың жарияланған бетін шығарып қосасыз форумдарға. Тағда қол қою керек болса қол қоясыз, жетекшіңіздің қолы бар. Одан кейін оны бөлімдегі хатшыға апарып бересіз. Хатшы оны үст yazı деп атайды. Үст yazымен тағда институтқа жібереді. Институт сіздің CD-дисктағы болмаса флешкадағы диссертацияңыз антиплагиатқа салады. Антиплагиат бұл жақта түріне тең. Ең аз 85 болу керек. 85-ден төмен болса болмайды. Бұндай жағдайларда міндетті түрде сізді шақыртып, түзетіп, қайтып алып келуіңізді сұрайды. Өтті деп есептейік. Өтті. Сонымен қатар сіздің жаңағыда форумдарыңыз бар. Қай күні сабылатындығыңыз туралы форум, яғни қай күні қорғайтындығыңыз жайында жюрилердің форумдары бар. Бұның барлығын институт бекітеді, және де сізге бекітілді деген хабар келеді. Келді, сіз қорғауға дайындаласыз. Қорғау туралы қазір қысқа нұсқа айтып берем. Қорғау жайында толық видеоны алдағы уақытта міндетті түрде салам. Қорғап шыққаннан кейін комиссия мүшелері Қазақстандағыдай сізге бал бермейді. Түркияда 3 нұсқа бар. Диссертация сәтті қорғалды, диссертация сәтсіз қорғалды, болмаса түзелту. Яғни түзелтме түркшесі. Бұл 3 нұсқаның біреуін таңдайды. Комиссия мүшелері ақылдаса отырып. Әрине енді қорғауға шыққаннан кейін басым көпшілік диссертация, басым көпшілік студенттер сәтті қорғап шықты деген сізге шешім береді. Ал кейбір моменттерде, кейбір сәттерде мысалы түзелту беру мүмкін. Түзелту берген кезде сіз 3 ай ішінде комиссия мүшелерінің берген түзелтулерін жасап, кейін қайта қорғауыңыз қажет. Қорғап шыққаннан кейін де толтырылатын форумдар бар. Бұның барлығын толтырып, институтқа апарып тапсырасыз. Институт бұны қабылдап алады. Одан кейін қолыңызға бірден диплом бермейді, өкініштісі. Шамамен 3 айдың ішінде дайын болады. Бірақ егер шетелдің студенті болсаңыз, арыз жазып, дипломыңызды тездетіп дайындата аласыз. Осылайша магистратураны тәмамдап шыға аласыз.